Балалар, 1/3 есебімізде дәрежеге шығаруды орындаңдар дейді. Бірінші есебімізден бастайық. 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі. Яғни ол дегеніміз 2-ден 1-ді көбейтеміз 2-ден 1-ге. Сонда 4-тен 1 болады. Екінші есебімізде минус 1 2-ден 1-дан мына жерде 5 дәрежесі екен. 5 дәрежесі. Ол дегеніміз минус 2-ден 1-ді көбейтеміз минус 2-ден 1-ге, яғни 5 рет. Мен сіздерге түсінікті болсын деп жазып жатырмын. Негізі жазып керек емес, егер түсінсеңіздер. Минус таңба мен минус таңба көбейтілгенде плюс таңба болады. Яғни 2 2 4-тен 1 көбейтілген 4-тен 1. Бұл екеуі плюс таңба болды. Енді 4 4 16. 16-дан 1 болды. Енді оны соңғы қалған минус 2-ден 1-ге көбейтеміз. Сонда 16-ны 2-ге көбейтейік. 32-ге 32 мұнда 1 болады. Ананы өшірем, сіздерге түсінікті болсын деп жаздым. Бұл жерде минус болады. 32-ден 1 болды. Үшінші есебімізде минус 3-тен 2 дәрежесі. Онда бұл жерде плюс болады. 3-ім 9 болады. 2-ім 4 болады. Келесі 4-ші есебімізде 0,3-тің 3 дәрежесі. 0,3-ті мен жерге көбейтейік. 0,3-ті көбейтеміз 0,3-ге. 3-ім 9 болады. 0 болады. 0 болады, 0 болады. Яғни 2 саннан кейін өтір бар. Білесіздер. Енді осыны біз қайта 0,3-ге көбейтіп берейік. 0,3-ге көбейтеміз. 3 9 27, 0 болады. 0, 0, 0. Яғни 0, 2, 7. 3 саннан кейін өтір қайырып тұрмыз. Яғни бұл есебімізде 0,1027 екен. Мен өшіріп қойын. Келесі 5-ші есебімізде 0,1-дің 3 дәрежесі тең. Бұл есебімізде 0,1001 болады. Келесі 6-шы есебімізде 1,2-ден 1 4 дәрежесі дейді. Яғни бұл жерде аралас бөлшекті жай бөлшекке айналдырып аламыз. 2 болады. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, оған 1-ді қосамыз 3 болады. 2-ден 3-тің 4 дәрежесі. Енді 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең болады. Ал 3-тің 4 дәрежесі 3-ім 9, 9, 9, 81. Яғни 81-ге тең болады. Келесі 7-ші есебімізде минус 4-тен 3-тің 3 дәрежесі тең. Бұл жерде таңба минус болады. 4-тің 3 дәрежесі 64 болады. Да, минус 3-тің 3 дәрежесі 27 болады. Енді келесі бізде 8-ші есеп қалды. 8-ші есебімізді не жерге сыйдырып көрейік. 2,2-ден 2-ден 1-дің 3 дәрежесі екен. 2 болады. 2 2 4 5 болады. Осының 2 дәрежесі енді. 2-нің 2 дәрежесі ол 4 болады. 5-тің 2 дәрежесі 10 болады. Ой, кешіріңіздер, 25 болады. 25. Өшіре салайын, қайта жазайын. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер.